Павлодарда жаңа 3 қабатты көтерме бөлшек сауда орталығы ашылды. Рахмет базары жанынан ашылған нысанда азық-түліктер мен тұрмыстық қажеттіліктер саудаланбақ. Жаңа сауда нүктесінің бірінші болып Павлодар қаласының әкімі Нұржан Әшімбетов аралап шықты. Абай көтерме бөлшек сауда орталығының аумағы 1352 шаршы метрді құрайды. Орталықта бос орындар бар. Жалға алушыларға қойылатын басты талап ол өнімнің бағасы мен сапасы. Сауда нүктесі өндірушілермен, шаруа қожалықтарымен, ірі көтерме сауда орындарымен тікелей жұмыс істейді. Сондықтан мұндағы баға ірі супермаркеттерден 15% арзан. Мәселен, базарда құс етінің келісі 610 теңге болса, мұнда 595 теңгемен босатылады. Сүзбе 500 теңге, қарақұмық 95 теңге. Қант, шұжық өнімдер мен көкөністер айтарлықтай төмен бағамен сатылады. Здесь будет задействовано. Мұнда тауар тура өндірушілерден әкелінеді. Бұл орталықта қаладағы әлеуметтік базарлар мен жәрмеңкелер деңгейінде бағалар сақталады. Осы дүкендегі көтерме сауда мен бөлшек сауданың бағасы өзгермей бірдей болады. Сауда орталығы Абай 166 көшесінде орналасқан. Қаланың қақ ортасында ашылған дүкенге тұрғындар дән риза. Айтуларынша, бұдан былай азық-түлікті арзанға сатып алуға мүмкіндік бар. Үлкен буын азаматтар атынан, қала тұрғындар атынан осы Абай көшесінде Абай атындағы сауда үйінің ашылуы өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Өйткені енді Абай атына сай заты да солай болады деп ойлаймын. Дүкеннің енді халықтың ойынан шығады деп ойлаймын. Баға жоғары болмай, халықтың ойындай болса, тіпті жақсы болады. Жақын арада сауда үйінің 2-ші қабатында Қазпошта акционерлік қоғамының бөлімшесі ашылмақ. Бұнда тұрғындар салық, коммуналдық қызметтер мен айыппұл төлей алады. Ал 3-ші қабатта келешекте асхана ашу жоспарланған. Айта кетері, Павлодарда 13 ірі сауда үйі мен супермаркеттер жұмыс істейді. Марина Сахарова, Дәулет Қошқарбаев, ертіс ақпарат.